Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге мохито коктейлін жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін бізге 20 грамм жалбыз жапырақтары, жарты апельсин, 1 лимон, мұз текшелері, 100 мл су және 1 литр спрайт қажет. Спрайттың орнына 7-Up қолдансақ болады. Ең алдымен блендерге лимон мен апельсин бөліктерін, жалбыз жапырақтарын видеода көрсетілгендей турап саламыз. Безендіру үшін лимон мен апельсин тіліктерін, кішкене жалбыз жапырақтарын алып қаламыз. Үстіне су құйып, жақсылап блендермен араластырып аламыз. Дайын езбені сүзгіден өткізіп, шырынын аламыз. Дайын шырынның үстіне жалбыз жапырақтарын, лимонды, апельсинді, мұз текшелерін, спрайтты құйып, араластырып аламыз. Мохитомыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар.